Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Аблай Каринов. Жұбанов университеті педагогика және білім берудегі менеджмент факультетінің деканы, білім саласы бойынша PhD. Ұлттық кітап күніне орай өзің оқыған 10 кітап жобасына мен де қатысам деп шешім қабылдадым. Студент шақтан бері оқыған, білген және тұлға ретінде қалыптасуға әсер еткен 10 кітап жайында сіздермен бөлісуге рұқсат етіңіздер. Бірінші кезекте әрине ол Абайдың ғақлиялары, Абайдың қара сөздері. Мектеп жасынан біз бұл шығармаларды оқып таныстық, бірақ осы университетте оқып жүрген кезімде бұл шығармалар маған ерекше жақын болды. Мынау үстелімде жататын шығарма болды. Барлық шығармалардың мағынасын, қара сөздердің мағынасын тереңірек түсінуге тырысып, және де бір ерекшелігі ол қара сөздерді бір-ақ оқып қоя салмай, оларды күнделікті өзімнің тәжірибемде қолдануға тырыстым. Біраз деңгейде әрине жаңаша ойлауға, сыни ойлауға себепкер болды. Біраз әдеттерімізді тыйып, жақсы әдеттерді, жақсы дағдыларды қалыптастыруға өзінің әсерін тигізген жайы бар. Мысалы, 25-ші қара сөзді алатын болсақ, орысша оқу керек, хикмет те ғылымда орыста тұр. Пайдасына ортақ болу үшін, зарарынан қашық болу үшін тілін ғылымын үйренбек керек. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі дейді ғой. Соған енді қазіргі уақытта әрине ағылшын тілін оқу керек деп шешім қабылдап, одан кейін сол тілді үйренуге, оқуға осы қара сөздің тигізген әсері көп. Басқа да қара сөздерге тоқтала беруге болады, бірақ менің ойымша бұл жалпы қара сөздер адамды тәрбиелеуге және жеке тұлғаға байланысты, адамның өз-өзін тәрбиелеуіне өте пайдасы мол. Екінші шығармаға келетін болсам, қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде болсын, интернет желісінде болсын, мынау бизнеске негізделген кітаптар өте көп. Соның ішінде енді тіпті өте қазақшаға да аударылды. Ол бұрынғы уақытта тек орыс тілінде, ағылшын тілінде тарайтын болатын. Олардың пайдасы өте көп. Оларда Абайдың қара сөздері сияқты сіз өзіңіздің кәсіби бағытыңызда егер пайдалансаңыз, ішіндегі лайфхактарды, кеңестерді қолданатын болсаңыз, қолданбалы кітап ретінде пайдалансаңыз, пайдасы өте көп. Әрине, оның ішіндегі ақпаратты тек қана оқып, ары қарай іс-әрекетке көшпесеңіз, ешқандай пайдасын бермейді. Соның ішінде Брайан Трейси мен Дейл Карнегиді атап өтуге болады. Енді бұлар бұрыннан бар, олардан бөлек жаңа авторлар да қазір қосылып жатыр. Автор таңдай берудің де көп қажеттігі жоқ. Егер де жұмыс істегіңіз келсе, сізді ары қарай дамытатын болса, бұл кітаптардың пайдасы мол. Және осы үшінші кітап осы бизнес бағытындағы тұлғаға байланысты нақты осындай кітаптар желісін сол үшінші кітаппен қорытындылағым келеді. Ол Робин Шарманың «Монах, который продал свой Феррари». Феррарини сатқан монах қазақшаға аударылды ма жоқ, оны нақты білмеймін, мен орыс тілінде оқыған болатын. Бұл шығарма адамды әрі ойландырады, әрі бір әрекетке бағыттайды, және адамның ішкі жан дүниесіне үңілуге көп көмегін тигізеді. Мынау шығарманың негізгі кейіпкері Джулиан Ментлдің мансап жолында, дүние табу жолында қатты белшесінен жұмысқа кіріп кеткеннен кейін өз денсаулығын жоғалтып алады, өзінің ішкі эгосынан айырылып қалады біраз деңгейде. Содан ауруға шалдығып, кейін бірақ ойлана бастайды. Жалпы бәрімізге де осы өз-өзіміздің ішіңізге үңіліп тұруға, бүгінгі ақпарат кеңістігі дамыған заманда ақпарат өте көп. Соның ішінде бұл ақпарат менікі ме, мақсатым менікі ме, бағытым қаншалықты менің жаныма жақын деген сұрақтарды қоюға көмегін тигізеді. Осы кітапты оқуға кеңес беремін. Енді ары қарай көркем әдебиетке қарай ұласайық. Соның ішінде Лев Толстойдың «Война и мир». Бұл шығарманы енді мүмкін болса оқу керек. Әрине, студенттік шақта ол бірден оңай болмайды, және оның тілі де өте күрделі және өте ұзақ. Бірақ та сол шығарманың негізгі кейіпкерлерін оқу арқылы сіз саяси өмірді, отбасылық өмірді, адамның бір-біріне деген қарым-қатынасын жақсырақ түсінесіз. Ол шығармадағы әрбір персонаж соңына дейін ойланып, логикалық тұрғыдан мотивтері де барлығы түсінікті келеді. Бұл шығарма оқу өте қиын, әрине, мүмкін болса фильмде қарап, кейін шығарманы оқысаңыз да болады. Бұл да жақсы кеңес. Бірақ шығарманы оқысаңыз пайдасы өте мол. Мысалы, Балконскийдің «Тағдыры» маған өте қатты әсер етті. Өзінің
еліктеуші тұлғасы Наполеонға еліктеп жүріп, Наполеон сияқты үлкен генералға айналам деп соғысқа барып, сол соғыс алаңында 1812 жылы өзі оқ тиіп жараланып, соғыс алаңында жатқан кезде Наполеон сол әскердің үстімен өтеді, жеңгеннен кейін француз әскері. Сондағы Болконский мен Наполеонның тікелей кездеспесе де бір-бірімен белгілі бір өте жақын арақашықтыққа жақындаған тұсы өте ерекше. Біз түрлі мақсат қоямыз, өмірден түрлі үміттенеміз, бірақ та нәтижесі басқаша да болуы мүмкін. Мысалы, Болконскийдің тағдыры, ол Наполеон сияқты үлкен генерал бола алмады және соғыста жараланып жеңіске ұшырады. Толстойдан Анна Каренинаны да атап өтуге болады. Әрине, қазақ жазушыларының ішінде қазіргі уақытта өте танымал Гауһартас шығармасы, Шұғаның белгісі, Бақсы Жамал, бұл тізім жалғастыра беруге болады әйел тағдырына байланысты. Бірақ осы көп әйел затына байланысты, әйел тағдырына байланысты шығармалардың негізі түбі осы Толстойдың Анна Каренинасына барып тіреледі. Анна Каренинаның дәуірі де өте қызықты, және ол толықтай бір жалпы әйел азаматтың тағдырына байланысты жазылған, бұдан артық роман жоқта шығар, мүмкін бәлкім барда шығар, бірақ көптеген рейтингтерде мынау кітаптарға байланысты алдыңғы орында, тіпті бірінші, екінші орында жүреді. Келесі бір шығармалар желісі ол Насим Николас Талебтің Қарақу, Черный лебедь, орысшасы. Осы шығармасы өзі 3 бөліктен тұрады. Черный лебеди бар, одан кейін рискуя собственной шкурой, антихрупкость дейді. Қазақ тіліне де қазір аударылып жатыр. Бұл жалпы әлемдік геосаясатты түсінуге, сол әлемдегі өзінің орынды түсінуге, және де біздегі оңай ақша табу, тез жетістікке жету деген нәрселер қатты насихатталып кеткен. Осы нәрселердің түп төркіні қайдан шығатындығы, адамның жаңағы лотереяда болсын, немесе белгілі жалпы өмірде болсын, жол болуының пайыздық өлшемі қанша екендігі өзі бір жаңа теория Қарақу соның негізінде түсіндіреді. Және де әрбір салада, сіз банк саласында боласыз ба, білім беру саласындасыз ба, медицина саласындасыз ба, сол әрбір салада Қарақуды ұстау дейік, Қарақуды ұстау, құсты қолыңа қондыру дейікші, қазақша айтқанда. Осындай мүмкіндіктің пайыздық өлшемі шамалап беріледі. Бұл да өте мықты кітаптар желісі. Әрі қарай антихрупкость ол сынбайды, бірақ кез келген жағдайда иілгіш болу. Ол өмірде өтіп жатқан түрлі өзгерістерден сабақ ала білу. Және тәуекелге байланысты рискуя собственной шкурой, яғни қаншалықты сіз тәуекелге барасыз, сіздің еңбегіңіздің нәтижесімен соны салыстырмалы түрде көрсетеді. Өте уникальды, керемет шығарма, оқуға кеңес беремін. Тілі оңай емес, ғылыми тіл, көп инсайт бар, және сіз кітапты оқып отырып, көп әдебиетті қосымша Google-дан іздеуіңізге тура келеді. Өйткені белгілі бір көп деңгейде біліміңіз болмаса, бұл кітапқа бару оңай емес. Өйткені Насим Талебтің өзі, жаңылмасам, ғылым докторы, ол өзінің кемеліне жеткен тұсында жазған. Келесі ары қарай енді көркем әдебиеттер тізімі жалғасады. Ол Достоевский. Достоевскийдің соның ішінде әсіресе жастарға кеңес беретін шығармам ол «Идиот». «Идиот» шығармасы нақты жас баланың өзі сондай бір ақмақ сияқты көрінгенмен, бірақ ар жағында жатқан оның өмірге деген құлшынысы, оның адалдығы, оның тазалығы бір комедиялық тұрғыдан көрінетін моменттері бар, бірақ оның ұмтылуы, өз-өзін іздеу, өз-өзін табуына байланысты. Бұл да бір таптырмас шығарма. Өзі жалпы зерттеушілер айтады, Достоевский негізі сол «Идиоттың» түпкі прототипі өзінің жастық шағын, өзінің албырт шағын жазған дейді. Достоевскийден және қылмыс пен жазаны да атап өтуге болады. Әсіресе студенттер қауымы бізді қарайтын болса, бұл да Раскольников деген студенттің тағдыры, оның оқу барысы, оның ішкі кризис, ішкі күйзелісі, экзистенциалды нәрселер бар ішінде. Осы шығармаларды оқуға кеңес берер едім. Ары қарай енді қазақ әдебиетіне қарай келсек, ол Оралхан Бөкей. Оралхан Бөкейдің шығармалары, соның ішінде Атау кере немесе Қауіпті будан деген шығармасын қарауға болады. Бұл да жалпы адамның
тағдырына байланысты, адамның өз-өзін іздеуіне байланысты ерік пен тағанды бір-бірімен салыстырмалы түрде көрсетеді. Ерік ол таза адамшылығынан айырылған, тек қана кәсіпте дейтін адам, ал таған өте философ, жаны жұмсақ, бірақ ол еріктің, былайша айтсақ, құлдығында, еріктің тұтқынында болады. Және де Оралхан Бөкейдің бір ерекшелігі оның тілі, әсіресе мынау әдеби тіл, көркем әдебиет тілі өте жоғары деңгейде. Бұл шығарма тіл байлығын ары қарай дамытуға да өзінің пайдасын тигізеді. Жалпы Оралхан Бөкейдің көптеген шығармалары бар, Жетім ботасы бар, Мынау аппақ дүниесі бар, Өл арасы бар, басқа шығармаларында оқуға кеңес беремін. Және олар көбіне әңгіме, повесть форматында, сондай ұзақ емес, оқуға жеңіл. Тарихи шығармалардан Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясы міндетті түрде жүреді. Әрине кеңестік идеологиямен жазылған тұстары бар, оны енді оқырман өзі ескере жатыр. Бірақ жалпы қазақ тарихына келетін болсаңыз, қазақ хандығының құрылуынан бастап Кенесарыны 19 ғасырға дейін, 19 ғасырдың соңына дейінгі аралықты қамтиды, көркем образдармен береді, және де біздің қазақтың хандарын, олардың тарихи шешімдерін, іс-әрекеттерін, ол шығармадағы Абылай ханның образы керемет ашылады. Және де сол хандардың жанында болған билер, байлар, ұстаздар, оларда осы шығарманың ішінде толықтай жалпы қазақ тарихының антологиясы ретінде қарастыруға да болатын шығар белгілі бір деңгейде. Енді қазақ тарихы демек, қазақ хандығының тарихы десек, дұрысырақ болатын шығар. Келесі автор ол Дулат Исабеков. Дулат Исабеков негізі өте керемет автор, ол көбіне адам туралы жазады. Адамның ішкі күресі, ішкі өз-өзімен сөйлесуі, адамның тағдыры, соның ішінде сүйекші шығармасын атап өтуге болады. Ол жаңағы өмір бойы бір кәсіпте өткен, сүйекші кәсібінде өткен адамға байланысты, тек қана оның кәсібі ғана емес, жалпы барлық тағдырын жазады. Одан бөлек ескерткішін айтуға болады, қарғынын айтуға болады. Бұл шығармаларды өз алдына ерекше. Дулат Исабеков енді жалпы адам сипаттауда, адамның әсіресе ішкі әлемін сипаттауда шеберлігі өте жоғары жазушы болып саналады. Және енді қазіргі уақытта соңғы 10-шы шығарма ретінде айтқым келетіні ол поэзия. Біз бизнес әдебиетті көптеп оқып кеттік, ғылым әдебиеті өз алдына бар. Одан бөлек мынау прозалық шығармаларды оқу кеңінен таралған. Бірақ негізі өзі мына поэт дейміз, ақын, шайыр, ақынның өзінің миссиясы, ақын ол түбі философ, ақынның дүние танымы, ақынның эмоцияларды тануы, ақынның ішкі эмоциясы, бұл нәрселерді түсіну өте маңызды. Біздегі күнделікті тұрмыстағы жайттар, қоғамдағы жайттар бойымызда түрлі эмоциялар туындатады. Қазіргі уақытта эмоционалды интеллект өте маңызды. Осы эмоционалды интеллектті бірден-бір түсінуге, бірден-бір оның көрінісі осы поэзиялық шығармалар. Енді өзіңізге ұнаған кез келген ақынды оқысаңыз болады. Мен көбіне Мұқағалиды оқимын. Мұқағалиды енді барлық қазақ оқитын шығар. Әндерін, көптеген әндерге де өзі қайтыс болса да әлі бұрынғы өлеңдерінен алып әндерге сөз ретінде, ән мәтін ретінде әлі де қолданылды. Бұл да ақынның бір кереметтік мықтылығын білдіреді. Одан кейін Жұбан Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Фариза Оңғарсынованы және де біздің қазіргі замандас бір топ ақындарымызды айтып өтуге болады. Енді ақынның шығармалары да әртүрлі, соның ішінде өзіңіздің жаныңызға жақын, сіздің іштегі эмоцияңызды түсінуге көмектесетін және басқа қырынан тануға мүмкіндік беретін осы поэзиялық шығармаларды кеңес берер едім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.